Сәлем достар. Бүгін мен асқабақтан тамақ дайындаймын. Кішкентай асқабақ сатып алдым. 1-200 граммдай фарш, кішкене тұз салам. Қарабұрыш салам кішкене. 1-2 тал чеснокты теркадан өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 5-10 минутке қойып қоямыз. Чеснок бәрі етке сіңіп тұру керек. Енді асқабақтың түбін кесіп аламыз. Ішін дәнінен тазалап, жақсылап. Қазір начинка саламыз. Менің каналымда көптеген тамақтың рецептері бар. Тіркеліп қойыңыздар. Салаттардың рецебі бар, пирогтардың рецебі бар. Осылай жақсылап тазалап аламыз да, дайындап қойған начинкамызды саламыз ішіне. Мен де бірінші рет дайындайын деп жатырмын. Қазір духовканы 180 градусқа қыздырып, 1 сағатқа духовкаге пісіріп аламыз. Сіздер осындай тағам дайындап көрдіңіздер ме? Комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Меніңше өте дәмді болатын сияқты. Түсі өте керемет. Міне, дайын болды тамағымыз. Езіліп тұрып дәмді болып пісіпті. Әмбеде асқабақ өте пайдалы, жүрек ауруларына. Мінекей өте әдемі. Енді дәмін татып көреміз.